Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мұхтар Әуезов Абай есімін әлемге танытушы атты конференциямызға қош келдіңіздер. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдарының топтамасы. Қазақтың тұңғыш эпопеясының бірінші кітабы 1942, екіншісі 47, үшінші 52, төртінші томы 1956 жылы жарыққа шықты. Эпопеяның Абай атанған алғашқы екі кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолының тұтас 4 томына Лениндік сыйлық 1959 жылы берілді. Абай десек, ең алдымен ойымызға Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы романы оралады. Алайда советтік цензураға ұшыраған бұл эпопея коммунистік идеологияға негізделіп, бір емес, 4 рет түзелген. Заманында Абай шығармаларда шырғалаңға ұшырап, оның өлеңдеріндегі діни көзқарастар мен отаршыл империяға қарсы жазғандары қатаң сүзгіден өткен. Сырым мырза айтып кеткендей, Абай жолы 4 рет түзеуге түсіп, Абай жолы арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шарықтау шыңына шықты. Сөйтіп, 19 ғасырдың 40-50 жылдарын Мұхтар Омарханұлы Әуезов туған әдебиетіміздің даму тарихында бұрын соңды болып көрмеген ренессансқа айналдырды. Мұның өзі заңды да, өйткені Абайдай шығарма бұл тұсқа дейін қазақ әдебиетінде болған емес. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы 15 жылғы зерттеу еңбектің жемісі. Қазақ сөздің қас шебері Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясында 16983 сөз қолданған. Абай жолы роман эпопеясы дүние жүзі халықтарының 116 тіліне аударылған. Бұл аз, деді француз жазушысы Луи Арагон. Әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарма табу қиын. Бұл менің ойымша 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деп баға берді. Сондықтан да Абай жолын оқыған Бенжамин Матип қазақ неткен ғажайып халық деп өзін өзі ұмыта таңырқаса, Константин Федин өзінің қалай қазақ болып кеткенін білмей қалған. Сондықтан да бүгінде Толстойды оқымай орысты, Бальзакты оқымай французды білдім деу қандай қиын болса, Әуезовті оқымай қазақты білдім деу сондай қиын. Теріс, тым саяси, таптық, тұрпайы социологизм дейді көзқарастың салдарынан романды жарыққа шығаруда, романға жалпы дер кезінде әділ баға берілуде өте қиынға соққанын білеміз біз. Қолдаушылар аз ғана болған Мұхтар Әуезовтың. Ол өйтетін себебі көпшілігінің көз алдында ол кезде таптық қоғам, кедей бай дегендер бар, қанаушы, қаналушы дегендер бар. Сол кезде көптеген ғалымдар, біздің қазірде жазушыларымыз бұл баяғы байды, талай адамды қанаған байды неге алып шыққан, тарих сахнасына шығарып отыр. Абай кім еді деген сияқты бір таптық, кішкене астамшылық көзқарас тұрғысынан қараған. Тіпті классик жазушымыз Сәбит Мұқановтың да алғашқы кезде осы Мұхтар Әуезовке қарсы, әсіресе мына Абай өлеңдерінің жариялануына, Абай романына қарсы шыққаны белгілі тарихта. Болат Жүнісбеков ағамыз айтып кеткендей, Мұхтар Әуезов ағамыздың қолдаушысы болмаса да, Абай жолы романы арқылы бас кейіпкері Абайды шыңға шығарды. Біз ақын өмірінің 50 жылына айғақ боламыз. Абайдың адамзат, ақын ретінде қалыптасуы сол жарты ғасыр ішіндегі қазақ қоғамының барлық саласындағы өмірдің барлық ой қыры, қия қалтарысымен өріле суреттеледі.
Абай арқылы өткен ғасырдың екінші жартысындағы және осы ғасырдың басындағы бүкіл халық тіршілігін, оның көп бұралаң тағдырын, ой арманын, мақсат мүддесін, күрес тартысын, бәрін түгел шарлап өтеміз. Абай кезіндегі қазақ даласында, дейді автор, күні өтіп бара жатқан, бірақ тамыры әлі де тереңдегі ескіні мен Құнанбай образын жинақтадым. Ал оның баласы Абай бойында енді туып келе жатқан жаңа бар. Сондықтан ақын Абайдың қалыптасуын көрсету арқылы мен үлкен қоғамдық шындықты, ескі мен жаңаның диалектик, қарама қарсылығын, күрес нәтижесінде ескіні жаңаның жеңуін ашуға тиіс болдым, деп жазып кеткен болатын. Абай тұлғасы эпопеяның жаны мен жүрегі. Бұл бейнені Әуезов өзінің кемел көкірегінде қолына қалам ұстаған күннен бастап аялап, ойында тербетіп, ғұмыр бойы қиялында өрбітіп келген. Бабаримен дейтін Флабер секілді, Наташа Ростова, өзім дейтін Толстой тәрізді. Әуезовтің өз Абайға, Абай өзіне айналып кеткенше бұл бейнені қағаз бетіне түсірмеген, іштей пісіре берген. Абай кең құлашты, мол тынысты эпикалық тұлға. Бұл тұлғаны автор эпопеяның басынан аяғына дейін өрмек тоқығандай, бірде-бір тінін үзбестен тартып, асықпай өріп шығады. Көл-көсір, нақты да затты деталь, ұшан теңіз психологиялық анализ, сан сала іс-әрекет, қимыл, харекет, осылардың бәрі Абай тұлғасын сомдауға қызмет етеді. Осылардың бәрінде автор өз қаһарманының жан диалектикасын бойлап, ілгерілейді де отырады. Абай тұлғасы оқырманның көз алдында көктей өсіп, автордың өзі айтқандай, құз жартасты жарып шығып, жапырақ жайған шынарға символ бейнесіне айналады. Абайды қалай дәріптесек те жарасады. Оның ғибратты ғұмыры мен шынайы шығармашылығы қазақ даласына ғана емес, жаһан жұртына да үлгі өнеге. Абайдың адам мен қоғам, білім мен ғылым, дін мен дәстүр, табиғат пен қоршаған орта, мемлекет пен билік, тіл мен қарым-қатынас туралы айтқан ой тұжырымдары ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтпайды. Өйткені ақынның мұрасы бүкіл адамзат баласының рухани азығы. Мұхтар Әуезов Құнанбайдың көркем образын жасады. Осы қалады. Ол көркем образ, ол Абайдың әкесінің образын жасады. Абайдың әкесінің образын. Бұл деген басқа нәрсе. Абай өзі өмір сүрген қоғамның барлық проблемасымен сол бала кезінде бетпе-бет келеді. Әділетсіздік, арандату, жемқорлық қоғамда өршіп тұрған кез. Абайда әсіресе әйелдердің әлсіздігі мен теңсіздігі, сол замандағылардың надандығы қатты толғантады. Абайдың бала кезінен көрген осы азабын жазушы Мұхтар Әуезовтың өз шығармасында айна қатесіз ашық жазылып көрсетілген. Абай танушы Ғарифолла ағамыз Мұхтар Әуезов өз романында Абайдың шынайы бейнесін тамаша ашты деп бағалады. Поэзияда, музыкада, даналықта, қоғамдық азаттық, ой пікір саласында өлмес өшпес шығармалар берген Абай ғажайып тұлға. Биыл Абайға 175 жыл толып отыр. Құрметті оқырман, Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясын оқып, біліміңді шыңдай түс. Назарларыңызға үлкен рахмет.